Солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент ағымдағы жылдың 9 айы бойынша атқарған жұмыстарын қорытындылады. Бүгінгі күні облыс аумағында 541 мемлекеттік орган жұмыс жасайды. Мемлекеттік қызмет жүйесіне шығу мемлекеттік органдардағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осыған орай жергілікті атқарушы органдарда 169, Қызылжар ауданында 22, ал ауыл шаруашылық басқармасында 7 мемлекеттік қызметкер жұмыстан кеткен. Надо отметить, что айта кету керек, мемлекеттік қызмет жүйесінен шығудың деңгейі анықталды. Ол 9% құрайды. Қызмет жүйесінен шығуға қатысты айтатын болсақ, қызметтен шығудың деңгейі Қызылжар ауданында жоғары. Ол жерде 22 қызметкер жұмыстан кеткен. Сонымен қатар Мағжан Жұмабаев Шалақын аудандарында, сонымен қатар Петропавл қаласында. Жұмыстан кетудің басты себебі жалақының төмендігі мен жұмыстағы аса көп ауыртпашылық. Ғалым Тұрсынбаев атап өткенде, департаментте 716 бос орындар бойынша конкурстық процедуралар аяқталып, нәтижесінде 230 азамат қызметке тағайындалды. Ағымдағы жылы 1400 мемлекеттік қызметкерді оқыту жоспарланып, олардың 1000-нан астамы курстан өткен. Алайда Солтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылық басқармасы оқуға байланысты өтінімдерді орындамай отыр. Ал басқармаға кәсіби оқыту жұмыстарын өткізуге жалпы 1,5 миллион теңге қаражат бөлінген. поступило более Азаматтар мен тұрғындардан 100-ден аса жазбаша өтініш келіп түсті. Олардың ішінде 25-і ведомстволық бағытта. Сонымен қатар 50-ден астам жазбаша өтінішке сәйкес тексеру шаралары жүргізілді. Нәтижесінде 124 заң бұзушылық анықталды. Қорытынды бойынша 29 азаматтың құқығы бұзылған. Мемлекеттік органдар мен кәсіп орындарда жоспардан тыс өткізілген тексерістердің нәтижесінде 683 заң бұзушылық тіркеліп, 23 мемлекеттік қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекеттік органдардың есепті деректеріне сәйкес, ағымдағы жылдың 9 ай ішінде Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік органдармен 2 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілген.